Петропавлдағы спорт сарайының мұз айдынында жергілікті Құлагер және Астаналық Номад командаларының алғашқы ойыны өтті. Кездесу 2-3 есебімен аяқталды. Бұл жолы жерлестеріміз қонақтарға есе жіберіп алды. Хоккей матчын өңір жетекшісі Ерік Сұлтанов салтанатты түрде ашты. Бұл күнді жерлестеріміз ондаған жылдар бойы күткен. Өңір жетекшісі Ерік Сұлтановтың бастамасымен Петропавлда хоккей командасы құрылды. Бүгін олар спорт сарайындағы өздерінің мұз айдынына шықты. Облыс әкімі алғашқы ойын алдында спортшыларға сәттілік тіледі. Сегодня очень серьезная игра. Бүгінгі ойын өте тартысты болмақ. Өйткені қарсыластарымыз мықты команда. Бірақ сіздер маусымды жақсы бастадыңыздар. Осы уақытқа дейін жүргізілген барлық ойындарда жеңіске жеттіңіздер. Сондықтан бүгінде жақсы ойын көрсетесіздер деп сенемін. Кездесуді салтанатты түрде ашқан аймақ басшысы бүгінгі таңда облысымызда спорт саласының дамып, жаңа спорт нысандарының бой көтеру үшін үлкен жұмыстардың атқарылып жатқанын айтты. Бүгін облысымызда жаңадан құрылған Құлагер хоккей командасы өз алаңында алғашқы рет ойын өткізіп, Астана Номадын қабылдап отыр. Осы ойын жаңа спорт сарайында өтуі біз үшін үлкен қуаныш. Алдағы уақытта осы жерде еліміздің туын биік көтеретін атақты спортшылар шығады деп ойлаймын. Сарайдың мұз айдындағы көрермендер залына 1000 адам сияды. Бірақ алғашқы ойынды тамашалауға келген көрермендер саны одан да көп болды. Бұл хоккейді сүйетін жерлестеріміздің көп екендігінің дәлелі. Көптен күткен ойында алғашқы гол көп күттірмей соғылды. Ұпай біздің қоржынымызда. Ойынның 16-шы минутында Номадтың қақпасына 29-шы нөмірлі шабуылшы Максим Волков гол соқты. Дегенмен қарсыластарымыз мықты болып шықты. Екінші айналымда Құлагер қақпасына 15-ші нөмірлі ойыншы Егор Петухов шайбы енгізді. Бұдан соң қақпашымыз Джон Мюррей тағы да 2 шайбаны өткізіп алды. Осылайша ойын 2-3 есебімен елордалықтардың пайдасына шешілді. Бұл тек бастамасы ғана. Құлагер ойыншыларының жеңісі әлі де алда деп сенеміз. Самат Сапаралы, Фариза Жазитова, Елена Горбин, Орал Амренов, Ақпарат.